Муаз радиаллаху анху пайғамбарымызға айттым дейді: о Алланың елшісі, мені жәннатқа кіргізетін бір нәрсені маған айтшы. Жәннатқа кіргізіп, мені тозақтан алыс ететін болсын. Маған сол бір амалды айт дейді. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам: сен бір ұлы нәрсені сұрадың ғой менен. Бұл жай нәрсе емес. Бұл ұлы нәрсе бір. Үлкен дүниені сұрадың. Бірақ Алла оны кімге жеңілетіп қойса, ол жеп жеңіл. Алла оны қай пендесіне жеңілетсе, ол жеп жеңіл. Аллаға серік қоспай еш нәрсені оған құлшылық етті. Оп-оңай. Бірақ кейбіреулер үшін жаман ауыр, ой, бұл дәрет алу керек қой, намаз оқу, ой, азан мен 5-те тұру керек қой дейді. Оған ауыр ол. Неге? Себебі оның анау, мысалы, қазір сіз қанша килограмм көтере аласыз? 80-ді көтересіз, ойланбай. 120-ны көтере алмайсыз. Неге? Бұлшық етіңіз қатаймаған, оған әлі ол деңгейге жеткен жоқсыз. Әлгілерге сондай, әлі әлсіз оның. Қуаты әлсіз, көтере алмай тұр. Таң намазға тұрып, дәрет алуға, құлшылық етуге қиналып тұру. Аллах Тағала кімге жеңілдетіп қойса, ол жеп жеңілдейді. Сіз автобуста біреудің қалтасына қол салып ұрлық жасап көріңізші. Керілеп, жан-жағыңызға қарап, біреу тура бәр автобус сізге қарап тұрғандай қиналасыз. Неге? Сізге күнәні істеу ауыр. Ана ұрыға жеп жеңіл. Алады да кетеді, ешқандай. Оған намаз оқытсаң қиын. Алла субханаху ва тағала кімді тура жолға салам десе, оған жеңілдетіп қояды. Ол қиналмайды құлшылықтардан, ол рахат алады керісінше. Кімді адастырам деді ма, оны ешкім тура жолға сала алмайды. Ва куллу муяссарун лима хулиқа лах дейді. Имам Тахауи өзінің кітабында кім не үшін жаратылған болса, оған сол іс жеп жеңіл болып шыға келеді. Сізге құлшылық жеңіл болып жатыр ма, қуаныңыз. Сізді Аллах Тағала осы жолға салғанына, осы үшін жаратқандығына. Кейбір адамдар ісімен тозақ жасасын деп тұрады. Яғни соның ісін көріп, осылар үшін ғой тозақ дейсің. Аллах Тағала сүйген өзінің жаратқан пендесін тозаққа салғысы келмейді. Бірақ анау сондай жол ұстанады өзі. Осы үшін тозақ керек екен ғой дейсің, ананы көрген кезде. Алла бетін аулақ қылсын. Намаз оқу дейді ары қарай. Зекет беру, Рамазанда оразаны ұстау, қажыға бару, сосын жақсылықтардың есігін айтайын саған. Жаңағы дүниелерді айтып келіп, ары қарай сөзін жалғастырып жатыр. Бүкіл жақсылық атаулылардың есігін айтайын. Ораза бұл адам баласы үшін бір қалқан. Көптеген нәрседен тыяды. Оразада не істейсіз? Тілде тыясыз, қойшы. Аш жүрмін, қиналып жүрмін, сауабынан айырылып қалмайын деп біреу келіп сөгіп жатса да мен ораза едім дейсіз. Оразада көп нәрседен тыйыласыз, тек тамақпен жардан ғана емес. Садақа бұл тозақтың отын су сөндірген секілді, садақа біздің қателіктеріміз, күнәларымызды сөйтіп сөндіреді екен. Қателік, күнәлар ертең күні бізді жануға себеп болады. Бізді Алла субханаху ва тағала сол қателік күнәларымыз үшін тозаққа салады, Алла бетін аулақ қылсын. Бірақ соны сөндіретін нәрсе садақа екен. Бір хадисте келеді, садақа Раббының ғазабын сөндіреді дейді. Және түннің ортасында тұрып оқыған намаз, бұл да жақсылықтың кілті дейді. Күндізгі намаздар, парыз намаздардың әрине оның орны бөлек, ешбір нәпіл парыздың орнын толтырамайды. Бірақ ешкім көрмей тұрғанда, барлығы түнгі ұйқыда, рахатта тұрғанда сіз тұрып намаз оқып жатсаңыз, ол жақсылықтың есігі деді.